Бүгін мен сіздерге егоп мобайл арқылы жұмыссыздық анықтамасын қалай аламыз. Ол үшін ең бірінші өзіңіз еңбек кезекке бұрын тіркелген болсаңыз ғана жұмыссыздық анықтамасы шығатын болады. Ал тіркелмеген болсаңыз еңбек кезет арқылы әуелі тіркеліп алу қажет. Ол 3 жұмыс күнінің ішінде тіркелесіз. Ең бірінші бетінде қызметтер бөліміне барасыз. Осы жерде жұмысқа орналасу және жұмыспен қамту бөліміне барасыз. Жұмыссыз ретінде тіркелгені туралы анықтама беру. Бұл тез дайын болатын анықтама. Бұны көбіне мектепке сұратады, немесе жұмыссыз екеніңізді дәлелдейтін кредитке мысалы график алатын болсаңыз сұратады. Мына жерде тегін бір жұмыс күнінің ішінде шығады дейді. Қызметті кімге алатыныңызды көрсетіңіз. Өзіме десеңіз, өзіме деген белгіленіп тұрады. Қызметті алу деп қол қоясыз. Және керек жеріңізге PDF форматта жіберсеңіз немесе шығарып алсаңыз, қызметті бағалаңыз дейді. Жіберу батырмасын керек. PDF форматта қандай тілде қажет, соны жібересіз. Және қалай жібереміз? Құжатты жіберу дегенге барамыз. WhatsApp арқылы, или поштаңыз болса, поштаңыз Bluetooth арқылы осылай жібере аласыздар. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.